Сақалыңды сипама. Тәңір тағала ең алғаш жер бетіне иелік ету үшін әбілет пен тәбілет деген екі мақлуқты жібереді. Оларға қақ тастан үй салып беріп, сендерді жер бетіне жібердім, қақ тастан үй тұрғыздым. Әдептен аспай, менің берген нығметтеріме шүкіршілік етіп, сән салтанатпен тату тәтті тіршілік кешіңдер. Ұрпақтарыңды көбейтіңдер, бірақ некесіз, дәретсіз қосылмаңдар, ұрпақтарың азат дейді. Олар мінсіз сұлу болғандықтан бір-бірін көріп ынтығады. Тәңірдің әмірін ұмытып, некесіз қосылады. Одан некесіз ібіліс туады. Олардың бірінші ұрпағы некесіз болғандықтан тәбілеттің толғағы ауыр болыпты. Ол ібілісті қара тастың үстіне барып босанады. Сол кезде ібіліс иегімен қара тасқа құлап түседі. Содан иегі екіге жарылып, ойылып қалады. Қазақтың иегің тасқа тигір деген қарғысы осыдан қалған екен. Ібіліс кейін ержеткенде иегіндегі жырықты жасыру үшін қауға да етіп сақал қойыпты. Бірақ сақалын желі жүріп, иегіндегі жырық көріп қалады екен. Ібіліс адам кейпінде ел ішіне кіргенде сақалы ашылып кетпес үшін үнемі екі қолмен сипай береді екен. Осыған байланысты қазақта сақалыңды сипай берме, шайтан қағып кетеді деген ырым қалыпты.